сіздің бүкіл нәрселеріңіз берем, қуаттану сағаты азында тұрғызам, оларды ұрлап атқан сияқты болдым. Сосын ойында арам ой болды. Может, осыны кішкене өзгертіп болса ары алып кетсем бе екен деп ше. Қайырлы кеш баршаңызға. Есімім Айнұр, Түркістан қаласынан. Жалпы баршаңызды келе жатқан біздің ұлттық мерекеміз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және де менің осындай ортада, осындай жас мөлшерінде әртүрлі салада, әртүрлі деңгейде, білім деңгейінде, аға әпкелерімнің інілерім бар, арасында сіңілдерім бар, отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Оған себепші болған біріншіден Ахметбек Нұрсила ағамыз. Ол кісіге өте қатты ризамын. Мен бұл уақытқа дейін ойлайтынмын, кез келген адам өзі істемеген нәрсені басқа адамдар да істемейді деп ойлайды екен. Мысалға мен ойлайтынмын, қазаққа шынымен жан ашитын адам аз қазір, ондай адам жоқ деп ойлайтын. Оказывается, ондай адамдар іс-әрекеттің үстінде екен. Бірақ өзімді ойлаймын, типа мен қазақтың патриотымын, мен істей аламын деп ойлаймын, бірақ мен ешнәрсе істемейді екенмін. Қара отырсам, осы жерге келдім. Ахметбек Нұрсила ағамды көрген кезде мен өзімді елестеттім деп қоямын. Білмеймін, ол кісінің қаталдығы, ол кісінің жаңағы талап еткен кезде жаңа қатты болады, қайсарлығы, ол менің бойымда бар. Мен мысалға біреуді айтқан кезде, біреуді қажыған кезде мен оған мықтымын да, просто мен өз-өзіме келген кезде сынып қаламын. Біреумен жаңа жаман бір нәрсе айтсам, мен уже бірден жылап шығам. Кішкене қыз болғаннан кейін ба, білмеймін. Енді мен қазір бәріңізге тілек айтайын. Бірінші, сіздердің әрбіріңіздің отбасыларыңызға бақыт, шаттық, үлкен, ең алдымен береке тілеймін, ынтымақ тілеймін отбасыларыңызға. Қанша ақша кіріп жатыр, ол ақшалардың барлығы берекесі болмаса, ол түкке тұрмайды. Сол үшін сіздерге, үйлеріңізге үлкен береке, одан кейін бақыт тілеймін. Баршаңыздың көкелеріңізде жүрген арман тілектеріңіз, мақсаттарыңыз орындалсын. Себептермен келдіңіздер үлкен ортаға, іс-әрекет жасайтын ортаға, тек ой емес. Бұндай ортаға түсу барлығының қолынан келмейді, барлығына бұйыра бермейді. Барлығымыз бақыттымыз деп ойлаймын. Құрметті көрермен, мен 4 жылдан бері көптеген кәсіпті талқыға салып, ақ қарасын ажыратып бердім. Сол талқылардың әсерінен көптеген кәсіпкер өзін банкроттықтан сақтап қалды. Біраз кәсіпкер өз кәсібін жаңа бір деңгейге шығарып табысын еселеді. Енді біз барлық осы күнге дейін жасалынған кәсіптік талқыларды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мен бизнес талқы каналы арқылы 30 жылдық кәсіптік тәжірибемен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бизнес талқы каналына төменгі сілтеме арқылы өте аласыз. Енді мен осы жерде не істеуім керек? Өзі ағайға екінші рет признание жасаймын. Мен сала таңдау деді ғой, мен сала таңдай алмадым. Сала таңдай алмағанда мен өзім бала кезімнен психология, кітап оқу, мен оның барлығын жақсы көрем, бірақ именно мен не істерімді білмедім. Көбісі маған сенбейді, өйткені мен өзім әлі кішкентаймын, тәжірибем аз болғаннан кейін сенбейді. Сосын не істеймін деп ойладым. Алғашқы күні сабақ біткеннен кейін университетте оқимын, бардым сабаққа, группаластарым сұрап жатыр, қалай болды, андай-мындай. Сосын мен бір қызға айтып жаттым қасымда, бүкілі қызығып кетті. Сөйтіп ортаға шықтым да айттым, мен осылай қатысып жатырмын курсқа, солай деп едім. Бір қыз көмек сұрағанда мен оған тегін ссылкасын беріп, екеуміз бірге қараймыз деп ойлағанбыз. Сосын ол идея болғаннан кейін барлығы айтты, бізде көрейікші деді. Сосын мен айттым, ондай болса мен Чимитке бару келу ақымды есептейін. Аптасына 2 рет барам Чимитке. Есептедім, адам басына 2,5 теңге түсті. Қатысыңдар дедім, соларға өзім үйретем. Ссылкасын бермеймін, өзім үйреттім. 6 қыз қалды содан. Ол 6 қыздың табысы менен қарағанда көбірек болды. Олар кәдімгідей жаңа сіздің бүкіл нәрселеріңіз берем, қуаттану сағаты азында тұрғызам, оларды декларация қабылдатпастам. Просто ұялдым да, сіз ұрлап атқан сияқты болдың. Бірақ енді дұрыс, сен тренер жүргізіп жатсың да, тамаша. Сосын жаңа кейіннен декларация 20-сына, наурыздың 20-сына дейін қойып тастадық біз. Осы ақшаны табамыз деп, мен өзімше 50 000 теңге айтып қойғам ғой, таппадым бірақтан. Сөйттім да, қасымдағы қыздар тапты соны. Бір қыз 100 000-нан аса ақша тапқан, ағылшын тілін курсын үйретті. Одан кейін бір қыз 30 000 теңге тапты. Бір қыз әшейін дымнан ақша да салған жоқ, 10 000 теңге ақша әшейін тапты ол. Бұның барлығы мен бұл жерде қыздарға сіздің айтқаныңыз бәрін үйреттім оларға ше. Просто менің бұл жерде андай нем қабілетім үйретуге қарай жақсы екен да. Сосын кейіннен ойладым да, может осындай ары қарай да үйрете берермін деген сияқты ой туды. Сосын ойымда арам ой болды. Может осыны кішкене өзгертіп болса ары алып кетсем бе екен деп ше.
действительно қой ұят болады деген арнамысым жібермейді, өйткені сіз қанша адамдар еңбектеніп жатыр осы бизнес бастау. Жаңа да ойлап отырмын, алаш идеясын мысалы қанша адамдар көп, масса көп болған кезде ол жеңіп шығатын еді. Ал бизнес бастаудың да идеясы, сапалы қазақтың да идеясы ол көпшіліктің массаны көп болу, и ол жеңіп шығу керек түбінде, иә, басқаларға қарағанда. Сол үшін мен ойлап отырмын, мен бір жағадан бас, бір жеңнен қол дейді ғой. Сол сияқты мен де сіздердің бір жеңдеріңіз болып шыққым келеді Түркістаннан. Түркістан үлкен облыс болып жатыр, иә. Мен дәл сондай нәрсені бастағым келеді, өйткені бізде қазір бүкіл орталықтар бізге көшті, бүкіл адамдар, біздің өзіміз тупо неге Шымкентке барып оқып жатырмыз да. Біз облыс орталығымыз Шымкентте статусымыз көп, бірақ сол үшін мен сондай ашқым келеді. Просто сіздердің көздеріңізше айтсам мен істеймін да, айтпасам оны мен өзіме соттау көп айтатын боламын. Сол үшін сіздердің алдарыңызда айтып отырмын. Алла қаласа мені таныңыздар, менің есімім Айнұр, ұмытпаңыздар. Әрекеттесеміз.